Наурыз бұтыдан 139 бал алған Қаныбектің қызы болуға бола ма дейді. 8-ші сыныптың ортасында пайда болды. Яғни көбісі қоятын сұрақ, Қаныбек жалпы Наурыз бұтыға қалай кірді деген сұрақ. 30 секунд қалғанда шыққан. Бірінші қай пәннен бастадың? Қазір математика тақырыптары басқа, математикті басқа. Не контексттерге есіне бар ма? Инстаграм, тикток удалить еттім дейді, өзін контролировать ете алмайды. Сол нәрсе мен де өзім оқушы кезде кішкене бір қанағатсыз болдым. Сен өзің ұстаздық жолда жүрсің, жалпы ұбтда оқушылардың жіберетін басты қателіктер қандай математикадан? Қай сұрақтан қате кеттің? Я эксперт демекші, таңдаған мамандығың қандай сен? Сіз өзіңіз қалай тарихтан қандай кітаптар ұсынасыз? Тарихқа қызықтым, сосын 11 сыныпқа көшкен кезде ойладым, может тарих мұғалімі болсам деген сияқты. Физмат либо геомат. Жазу жек көремін. Бұрыннан білемін. Ең үздік комментарий бір сыйлық берсек болады деп ойлаймын. Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті түлектер. Сіздермен бірге байланыста FM онлайн YouTube каналы және де бізде төртеу түгел болса деген подкастымыздың 4-ші сериясы. Және де біздің бүгінгі қонағымыз бұл әлбетте Наурыз бұтыдан 139 бал алған Қаныбек оқушымыз келіп отыр. Анау Алматыдан ат терлетіп. Және сондай-ақ сіздердің сүйікті де сүйкімді ағайларыңыз Нұрболат ағай, математика ағайларыңыз Мейрамбек сатып алды, және де тарих ағайларыңыз мен Әлібек ағай. Енді түсінікті жайт, бүгін біз Қаныбектен барынша любой сұрақты сұрап, пачағын шығарамыз. Жалпы Қаныбек дайынсың ба? Иә. Дайын екен. Енді Қаныбекті танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар. Көбінесе Момбай Қаныбек Алматы қаласынан екен біледі. Көп оқушылардың, көп қыздардың қоятын сұрағы: Қаныбектің қызы болуға бола ма дейді. Қаныбек қызың бар ма, жоқ па? Жоқ. Міне, көрдіңіздер ма? Шанс бар. Яғни Қаныбек өзінің барлық энергиясын, уақытын тек қана сабаққа арнаған. Дұрыс па? Отношения сабақ тең жүру қиын сияқты. Енді өзің танысып кетсең, Қаныбек Алматы қаласынан қай жерде танақтырақ, қай жердікісің, қай мектепте оқисың? Жалпы өзім Алматы қаласының тумасы болып табыламын. Толық есімім Момбай Қаныбек Қыдырәліұлы, оқитын мектебім номер 173 мектеп лицей. 2009 жылғысың, иә? Иә. 2009 жылғысың, және де қашаннан бері мен математика, физика таңдау пәнін таңдаймын деген қашаннан бастап сондай ой? Негізінен 8-ші сыныптың ортасында пайда болған. Айба, 10 сыныптар әлі жүр ғой. Шошқа тағылып ше, мысалы, не маман таңдаймын, не қандай пәнде таңдаймын. Бар, реально, мысалы, Инстаграм жазады, типа, ағай 8-ден бастап дайындалсам бола ма деп ше, мен айтамын, қоя тұр, сен БЖБТЖ-ны тапсырып ал дейсің, конечно. Но кейбір балалар, бізде жақында бір 2 бала жазылды, тоже Қаныбектің несін көрдейін, мысалын көрдейін, и олар 9-шы сыныптан дайындығын бастап жатыр. Прикинь, 9-шы сыныпта дайындығын бастап жатыр. Мәссаған, не деген сұмдық. Жалпы кішкентай кезінде сен лицейде оқисың ғой? Иә. Математика, физика бағытталған ба? Иә. Яғни математика, физика бұрыннан мықтысың мектеп кезінен. Негізінен бізде сол математика тереңдетілген болған бастапқы сыныптарда. Содан кейін физика болсаннан кейін екеуі қосылды. Жақсы. Енді ең қызығынан бастайық. Наурыз бұтаға кірдің. Қанша бал алдың? 139. 139 бал алды. Ондай бал күттің бе жалпы? 139 бал аламын деген. Жалпы негізінен тіркелудің себебі ол өзім дайындығымды тексеру болатын. Не оқыдым, қалай дегендей. Мынанша бал күттім деп айта алмаймын. Яғни көбісі қоятын сұрақ, Қаныбек жалпы Наурыз бұтыға қалай кірді деген сұрақ, дұрыс па? Яғни 10-шы сынып оқушысына жалпы Наурыз бұты тапсыруға бола ма? Ертең Наурыз бұтыға да кіруге бола ма деп көп деген оқушылар маған да, Нұрболат ағайына бәріне жазып жатыр да. Шынымен де 10-шы сынып оқитын оқушыға Наурыз бұтын тапсыруға болады. Қаныбек соған мысал болып отыр. Жалпы қалай тапсыруға болады? Жалпы айтып кетсең. Негізінен ол тапсыру көбінесе мүмкін 2009 жылдардың 11-ші сынып оқитын оқушылар бар, жеке куәліктері жоқ. Көбінесе мектептен анықтаманы алдыртады, туу туралы куәлікті алады, сонымен кірсе болады. Яғни, егер де сіз 10-ші сынып оқитын оқушы болсаңыз, келесі жылы Наурыз бұтыға кіргіңіз келсе, онда кәдімгі мектеп директорларының справка аласыздар, анықтама печатьмен бірге, сөйтіп ұбт-ға кірсеңіздер болады, Қаныбек сөйткен мысалға. Жақсы, Қаныбек, ендігі сұрақ саған. Математика, физиканы білесің, не себепті FM онлайн курсын тіркелдің? Негізінен басынан өзім Нұрболат ағайды 8-ші сыныптан ютубтан көрген болатынмын. Түсіндіру методикасы, тақырыпты қалай үйретеді, осының барлығы ұнаған соң дайындықты сол қыркүйек айынан бастаған болатын. Жақсы. Сөйтіп, ең қызығы Наурыз бұты кірдің, до конца отырдың ба? 30 секунд қалғанда шыққан. 30 секунд қалғанда. Заметьте, осы жерде айтайын. 30 секунд бітейін деп жатқанда шыққан. 30 минут емес, 30 сағат бұрын емес, 30 күн бұрын емес, 30 секунд бұрын. Яғни көпшілігін жіберетін қатесі осы ғой, айтып тастасақ болады негізі. Яғни қанша адам отты сен мысалы отырған кезде? Негізінен бірінші кіргенде аудитория толықтай толып отқан. Енді примерно неше адам болды? Аяқтайтын кезде 5 минут қалғанда бір 10-12 адам ғана алған.
солай санап шықсам. яғни 2 сағат отырады отырмайды. Давайте былай істесінші, осы ютубта шығады ғой, сол кезде өздерінің қанша минут отқандарын, яғни қаңтар ботада және де наурыз ботада жазып кетесіз. Жазып кетесіздер, иә. И сол жерден біз примерно өзіміз ютубтың несімен алгоритммен примерно средний қанша екенін шығарып алсақ. Мен ойлаймын өзімше примерно 2 сағат 2,5 сағат шығар деп ше. Ол биохим таңдасын, ол физмат таңдасын, ол кімдер бар тағы да. Қалған пәндер бәрін айтатын болсақ, сол 2 сағат 2,5 сағат. Яғни ең бірінші қателік 139 балаларын келе ма? Қанша минут, қанша секунд еді? 30 секунд қалған кезде. До конца қуып. Жоқ, мен білмеймін, қазір оқушылар біз баяғыда өзіміз отыратын едік. Мысалы мен ұбт до конца отырдым, білесіңдер ме не үшін? Өйткені мен қазір соңғы шығуым керекпін, әйтпесе мысалы біреуге мүмкін жаңағындай дұрыс жауаптарды әкелуі мүмкін деген сияқты ше. Сондай бір қорқынышпен отырған болдым до конца ше. Негізі мен бүкіл сұрақтарын білемін да уже. Бәрін тапсырып тастағанмын. Негізі кәдімгідей отырдым да жай ғана құрайшын бәріне қарап, біреуді әдейі сындырғанмын еще. Осы сұрақтың жауабын білмейсің ба деген сияқты ше. До конца отырдым да. Мен соңғы шықтым, болды. Мен ойладым, өйткені қазір мен біреу екеу қалып қойды, мүмкін соған дұрыс жауап әкелетін шығар деген сияқты ше. Сол кезде тауып аламын деген сияқты. Сондықтан да мен қазір оқушыларға айтамын, ей оқушылар до конца отырыңдар. Сендер қаншама ай дайындалдыңдар ғой, бір не 3 сағат 4 сағат отырмайсыңдар ма деп ше. Почему-то 1 сағат отырады да шығып кетеді. Ішім пысып кетті, ұйқым келіп кетті деп. Ей, ұйқың келсе шаршасаң, демалып алсаң болады, су ішсең болады, иә. Иә, оған саған ешкім жоқ деп жатқан жоқ қой. Сондықтан да жоғары нәтиже алғысы келетін оқушылар всегда біз енді өзіміздің опытымыз бойынша до конца отырады. Дұрыс па? Енді Қаныбек, давай бастайық. ұбт-дан наурыз ұбт. Бірінші қай пәннен бастадың белгілеп? Ең біріншіден бізде орналасқан пәндер бірінші Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математика сауаттылық, математика физика ғой. Негізінен 3 пән қалай болды, солай орындадым. Қойшы, бірінші тарихтан бастадың ба не? Иә. Мәссаған. Сосын физиканы бастадым. Көбінесе ойландыратын теорияларға свежий ми жақсы келеді да. Математика ол шығара аласың, бірақ просто уақыт алады. Оны соңынан істеген болады. Демек, бірінші тарих, мат сауаттылық, оқу сауаттылығы жасадың. Яғни былай қарағанда, мне кажется, Қанбек өзінің миынан тренировка жасаған сияқты. Мат сауаттылық, оқу сауаттылығы қатты қиын емес қой, дұрыс па? И тарихпен бүйтіп тренировка жасап кетті да миына. Ол уже физикаға көшті сразу қиынна, дұрыс па? Мат сауаттылық биылғы түлектер, қазір мен наурыз ұбт-ын көріп жатырмын. Менде 130+ алғандардың көбісі мат сауаттылықтан қадалып жатыр ше. Сен вроде ойлайсың математика оңай деп, бірақ мат сауаттылықтан да геометрия қадалып жатыр ма? Несі қиын болып жатыр қазір, Мейрамбек? Негізі математика сауаттылық біз бұрын ойлайтын едік қой, математикамен бірдей деп. Математиканы жақсы білетін бала мат сауаттылық біледі деп. Но қазір кішкене өзгерген. Иә. Қазір математиканың тақырыптары басқа, мат сауаттылықты басқа. Сол себепті оған да бір жеке дайындық қажет болады. Жаңағы мысалы қадалатын оқушылар сол себептен болуы мүмкін. Геометрия қиындаған және де жаңағыдай ықтималдықтар теориясы сол біраз қозғалған, комбинаторика жағы. Вот есептер кішкене күрделі. Яғни геометрия бар иә, қазір қадалып жатқан. Мысалы бізде шығармашылық деп болған, ДЖ тапсырып жатқан оқушылар мат сауаттылықтан қадалып жатыр да көбісі. 4 балл алып жатыр да. И олар айтады мат сауаттылық действительно қиын болып жатыр деген. И оқу сауаттылығынан кем дегенде бір сұрақтан кетіп қалып жатыр. Оқу сауаттылығынан иә 9 балл деген. Иә, 9 балдар көп ше. Иә, оны сен ештеңе қорқытқан жоқ, ештеңе сені недатқан жоқ, қинаған жоқ. Негізінен осы оқу сауаттылығынан қиындататын ол мәтінді өте көп сөз беріп, өте ойландыратын сұрақтарды қойып. Былай қарасаң 4 вариантты бір жауап, бірақ дұрыстап қарау керек та. 4-еуінің тек біреу ғана келеді. Жақсы. Так, Қазақстан тарихы не қызық болды? Не қызық болды? Не контексттер келді, есіңде бар ма? Есімде. Біріншісі ол индустрияландыру контексті. 20 ғасырдың 20-сы мен 30 жылдар арасында және де 1916 жылы ұлт азаттық күрес. Жақсы, иә, 20 ғасыр толықтай келіпті. Яғни екі контекст келген, С деген сұрақтар болды ма Қазақстан тарихынан? Болды. С деген сұрақтар болды. Қанбек бізде жаз айынан бастап оқыды, иә? Сіздермен жаз айынан бастап, мен есімде 60-шы потокта бізде оқыған. Сол кезінен бастап Қанбек әлі деңгейін сақтап келе жатыр. Одан кейін физика үшін, физикада қалай болды физика? Жалпы айтқанда 2000 енді физика жылдан жылға күрделеніп келе жатыр. Ол ашық айту керек, өйткені физикадан қазір 50-ден 50 алудың өзі кәдімгідей күш та, әжептәуір күш. Математика оңғасында қазір оңайлығы физика қиындатылды дейді, дұрыс па? Жаңа база бойынша кішкене қиындатылған математика. Физика не келді, қандай сұрақтар есінде бар, қандай контексттер бар? Негізінен физикада тақырыпты жаттай салу өте үлкен қателік. Себебі тура сол сұрақты ауыстырып келсе, сен оған жаттасаң, сен жауап бере алмайсың, сен қателесесің. Және де қандай есептер болсын, мысалы көбінесе үйреніп қалдық қой, бірінші есеп оңай, екінші есеп оңай, соңында қиын сұрақтар деп. Ондай болмауы да мүмкін. Саған сразу ұнамайтын тақырып мүмкін түсуі мүмкін, қиын сұрақты бірден беруі мүмкін, соған дайын болу керек. Не ғой? Бірінші сұрақ не сұрақ болды? Бірінші сұрақ магнитке байланысты Фаради заңы. Обычно негізі көп жағдайда болады да, типа кинематика келеді да.
кинематика келеді, ну там с тең вт немесе в тең в ноль қосып ата деген сондай сұрақтар келеді, и біреулер магнит келген кезде сразу шок қой, короче. И не істейді, кейбіреулер типа ойлап қалады, жаңағы тиктоктан андай просто айтқанда хайп жинайтын да бар, ол сені батқан кезде тексеру үшін жасалады дейді, ондай емес, просто жаңағыдай база бар, бекітілген осынша сұрақта бар, оның реттілігі сақталмаған да, просто яғни саны бар, реттілігі сақталмаған болды. Бірінші сұрақ механика келеді деген зат, өйткені бір балама мен оптика екенмін мысалы, бірінші сұрақ вообще, поэтому былтыр да наурыз сондай болған, так что білмеймін, что-то наурыз бұты сондай бола ма бір бәле негізі. Негізі осы жерден бір оқушыларға инсайт алып кетуге болатын сияқты, яғни басында қиын нәрсе келетін болса, одан қорқып, ой нұсқа қиын екен деп жаңағыдай қорыққанбау керек та, яғни дальше жалғастыра керек деген сияқты. Ну қатты білмейсің ба, тастап біт деген сияқты. Мен де өзім қаңтар болып тапсырып көрдім осы жылы оқушылармен бірге, 50-ден 50 алдым математикадан. И вот сол жерде мен қараймын, екінші сұрақ па, үшінші сұрақ па, бір сфераны теңдеу дейді. Яғни ол деген негізі бір орта жағынан келу сұрақ та. Неге ондай, нұсқа қиын ба не десем, сөйтсем нұсқа өте оңай. То есть бастапқы жақтары қиын, орта жақтары оңай өткен. Психология рөлінде. Да, сен де ойлап қала жаздадың в принципе, да, былай. Нұсқа басқаша алма не сонда деген сияқты. Ондай кезде не істеу керек? Ондай кезде қиын сұрақты қалдырып кетіп, оңай сұрақты белгілеу керек та, қиын сұрақты кейінге қалдыру керек, математика физикадан. Егер де деңгейін жетсе шығара берген дұрыс, бірақ басты андай ішінде қорқпау керек та, ол нәрсе бәріне дайын болу керек деген сияқты. Даже екінші сұрақтың өзі осылай келіп жатса, 10-шы сұрақ қандай болады деп уже елестетіп жатады, короче, контекст деген қандай болады, уже ана бір тексеріп көріп, ана уже бір қорыққан адамды екінші рет қорқыту оңай ғой негізі. Енді давайте бүйтейік, екі ұстаз отырғасында математика және физик, қаңтар бұтынан қарағанда наурыз бұты ерекшелік бар ма, өзгешеліктер бар ма, қандай өзгешеліктер байқадыңыздар? Математикада қандай өзгешелік болды? Осы жылы негізі қаңтар ұбыты оңай болған сияқты, меніңше математикасы көпшілігі 2024 жылдың нағыз ұбытының сұрақтары. Именно қаңтар ұбыты осылар қарап отырса, көбінесе былтырғы түлектердің есептері келеді сендерге сабақтардан көбінесе. Қаңтарда именно. Ал наурызда болса сәл өзгеруі мүмкін, бірақ бізде осы наурыздың бастапқы жағында қатты өзгермеген сияқты, и соңына қарай уже толыққанды өзгеріп кетті база. Яғни математика уже бұрынғыдай емес, кішкене қиындаған, оны жаңағыдай түсініп білген бала ғана 50-ден 50 алады дәл қазір сәтте. Осыны байқаймын. Яғни базаның кішкене есептерінің өзгергені бар. Жақсы. Сізде физикада? Қаңтарда примерно сондай болды. Даже айтайын ба, кейде наурыз бұтының да есептер сондай болды деп айтсам болады, в принципе. Өйткені былтыр ағай осында келді, мынандай талдаған болатынбыз сол кезде. И атымен білесің ғой кейбір заттарды ше, мысалы құлаш деген сөз, мысалы неде физикада бір-ақ рет айтылғандай, құлаш деген мынандай екен арғашты ғой негізі былай қарағанда. Яғни ол негізі қазақи өлшеу да, ол ана термин емес негізі. Қазақи өлшеу деп айтсақ болады, бір ұшынан екінші ұшына дейін. Сол келген, есімде қалып қойған, осында келді дейді. Болып еді ғой. Мынау емес па деп тық деп алып беремін деп, осы дейді. Яғни негізі мен ойымша көпшілігін қазір наурызда жеп қалды ғой көпшілігі. База ауысты, аумау деп жатыр. Енді база дегенде бәрібір күнде база ауысады негізі нағыз ұбытыда. Базаға сіздерге қатысты емес сияқты база, иә? Сіздерге слив деген қатысты емес қой, математика физиканың слив каналы жоқ шығар. Сол ғой, жаттамайсың. Оны жаттап шығарасың. Ол көбінесе гуманитар пәндерге арналған сияқты ғой, жасалған сияқты ғой. Негізі мен ойлаймын да, гуманитар пәндер это мындай да. И так ол сөздермен жұмыс жасап қалған адамдар ғой. И сөздерді жаттап шыға алады да, памяттары жақсы болады да ойлаймын. Біздікілер анау бәрін и так шығарып бітем дегенше ол бейшара анау есебін шығарып үлгермеген, ана жерден бір есеп алып шығам деген ниет вообще жоқ болуы мүмкін да негізі. И так үлгермей жатқан болса, ана жерде ми ашып кетіп шығып кетті да, ана жерде кипишіп айтып, жаңағы бірінші сұрақ оптика келді дейді, сонымен кетіп қалды ғой. Иә, математика физика кіріп шыққан оқушы максимум айтуы мүмкін, иә. Оптика келді, геометрия мынандай есептер келді. Күйдіреді ғой. Сұрақты айтпайды, тек қана тақырып береді, болды, осыны қойды. Геометрия көп келді ағай, тригонометрия көп келді болды сондай. Енді қазір біз тыңдап отырған оқушыларға құлақтарыңызға алтын сырға. Енді ұлттық тестілеу орталығы біліп отыр қазір. Мынау Қалмектің 139 бал алғанын біліп отыр. Одан кейін 340-тан 140 шықты. Оның екеуі IELTS пен біреуі қазақ тілі әдебиет. И ұлттық тестілеу орталығы наурыздың соңында байқасаңыздар, наурыздың соңы сәуірдің басында базаны ауысып тастады. База ауысып тастағанда ол осы биылғы грант ұбт сұрақтың кейбіреулерін қойып тастады уже. Яғни грант ұбт сұрақтарын мен бүкіл пәнді білмеймін, бірақ тарих сондай болды. И мен оны толық құптаймын, өйткені база ауысса тема болады, күшті болады. Яғни шынайы оқушының деңгейін біле аласың. Ертең нағыз ұбтта бір күнде бір нұсқа келсе, оның өзі керемет болады. Яғни бір күнде вообще екі нұсқа келсе, вообще керемет болады. Обедке дейін, обедтен кейін болады да. И сен нақты уже оқушының деңгейін біле аласың, кімнің мықты емес екенін. Мысалға мен уже өзім академия айтқам,
без проблем. Иә, біздің оқушылар оған дайын. Яғни күнде нұсқа ауысты да тема болады деген. Сондықтан да біз сынап жатқан оқушылар болатын болса, яғни наурыз ұбт, нағыз ұбт наурыз бен қаңтар сияқты болады деген ойда болмасын. Иә, нағыз ұбт ол енді ол жақта грант ойнатылады, ол жақта платный емес, ол жақта мемлекеттің ақшасы ойнатылады. Сондықтан да нағыз ұбт-ға дайындықтарыңызды қазірден бастаңыздар. Дайындықтарыңыз шикі болса, особенно математика, физикадан болса, FM онлайн курсына тіркеліп үлгеріңіздер. FM онлайнда қазір мысалы апрель айы, сәуір айы нағыз ұбт-ға дейін дайындалатын определенный бір курстар бар ма? Интенсив бар, иә. Соңғы потогі, потому что ұбт 2 айға қалды ғой. Иә, грубо говоря, иә. Мен анау айтпаймын же, бір айда ойбай сен деді былай айға апарып тастайтындай балға, ондай нәрсе жоқ просто. Көпшілік қазір мынандай болуы мүмкін ше. 2 ай қалған кезде андай бір витамин іздеп немесе укол іздеп бастайды да. Ол ондай бүйтіп бере салатын дүние емес та, ол бүйтіп құя салатын дүние емес. Ана бүйтіп барып миына жету керек, сіңу керек, оны қандай да бір инсайттар жеп қалу керек. Осылай ма екен деп ше. Ода 2 ай ғана бар. И поэтому мына жерде кейбір балалар болуы мүмкін. Мен 2 айда еще өзім дайындаламын дейтіндер бар да. Өзің дайындалатын болсаң, по факту осы уақытқа дейін қайда жүрдің деген сұрақ та. 2 айда бүйтіп қатты енді шынымен нәтиже көремін десең, мына жерде қазір только курс деп айта аламын. И то бізде енді ең соңғы последний поток это интенсивтікі 2 ай оқи, 2 айдан кейін уже бұты негізі 2 ай бір жарым ай қалды негізі. Иә. Қазір мысалы апрельне түсіріп отырмыз. Майдың 20-сынан кейін уже дайындалмайды оқушылар. Майдың 1-інен бастап дайындалмауы мүмкін даже кейбіреулер. Вальс деп, соңғы вальс деп. Жетті ғой. Болды, сондықтан да бей-жай қарамаңыздар, өйткені сіздің даже бір балдарыңыз грантқа түсіп түспеулеріңізге әсер етеді. Қанбек оралақ, Қанбек, сонымен сен наурыз ұбт тапсырамын дедің, дұрыс па? Примерно жалпы қай пәнге қалай көңіл бөлдің, сен расписанияң қандай болды, сол жайлы айтып кететін болсаң? Ең мен дайындығымды ерте бастадым ғой, яғни 1 жыл бұрын десек те болады, 9 сыныптан. Сол кезде мен бейіндік пәнді бірінші алған болатын. 9 сыныпта бастадың, иә? Осы наурыз айында алдың ба алдыңғы жылы? 9 қыркүйегінде бастадым. 9 қыркүйегінде болдың ба? Енді математика, физика бірге алдың ба, қалай болды? Біріншіде бізде Нұрболат Айдауғызда тек қана физика оқытылатын, 4 ай. Содан кейін математика қосылған болатын. Сол кезде математикаға да қосылдым. Екеуін де алған болатынмын. Енді оларды толық меңгеріп, бітіріп дегенше уже жаз болды. Және жазда уже тарихты алған болдым. Жазда тарихты алдың, иә? Сөйтіп енді тарихты оқып отырсың, бірақ математика, физиканы, формулаларды, математика теорияларды ұмытпау өте қатты маңызды ғой. Оларға қалай дайындалып отырдың? Негізінен просто біліп тұрсаң, мынау тақырыпты ұмытып жатырмын десең, алда есеп шығар, болды. Формаңды өзің қайтарып аласың дегендей. Демек, теориясын ғана біліп қоймай, практика жасау керек, дұрыс па? Яғни андай расписание бойынша па, мысалы, понедельник күні мен тұрамын, понедельник күні мен день выходной, вторник күні менде физика күні, среда тарих күні эфирлері деген сияқты күндер болған жоқ па? Ондай расписание болған жоқ па? Жоқ, келесің, конспект жазатын сабақтан жазасың, дедлайн бойынша бәрін орындайсың. Демек, Нұрболат ағайда физика қанша ай оқыдың? Ол жерде бастапқысынан 4 ай. Қазір 6 айсыздар, иә? Қазір 6 ай. 6 ай, математика? 6 ай. 6 ай қазір, иә? Яғни 6 ай меңгеріп шықтыңда, тарихты 3 айда меңгеріп тастап, уже былай қарасаң, 10 сыныптың в принципе күзіне сен дайын болдың ғой, жүрген сен тарихты бізде былай қарағанда иә, күзіне дайын болдың, иә. Одан кейін чисто деңгей сақтау болды бұл оқушыда. Тек қана деңгей сақтау болды. Яғни жаздың қамын қыс ойла деген сияқты сен уже 11 сыныптың қамын 9 сыныпта ойлап тастапты. Сондықтан да оқушыларға адвайс болсын деген ниеттеміз, иә. Жалпы андай күндер болды ма? Сен математикадан мына жақта эфирлер болып жатыр, физикадан эфирлер болып жатыр. Мына жақта Нұрболат ағай сен эфирге шақырып жатыр, есептер шығарамыз дейді. Мына жақта математикадан Мейрамбек ағай шақырып, мына жақта тарихтан кураторлар сен жындығып жатыр. Енді былай қарасаң, кәдімгідей шаршайсың да, дұрыс па? Дұрыс шаршайсың ғой. Сол кезде шаршаған кезде қайдан алдың мотивацияны, стимулды қайдан алдың? Негізінен сондай бір күндер болып қалады. Бірнеше эфир бір уақытта болады, немесе тапсырманың дедлайны уже келіп қалады, сен уже үлгермей жатсың дегендей. Еще мектептің оған нелер бар, тапсырмалар, ТЖБ ол бар. Иә. Негізінен былай алдым, уақыт тиімсіз болғанмен де оны толықтай дұрыстап қолданып қалу керек. Яғни кешіктің ба? Окей, уже кешіктің, не істейсің? Біріншіден сен анау бірінші келетіндер бітіріп таста. Және де андай болмасын, көп қой болды тастаймын дегенде. Жоқ. Ешқашан тоқтатпа дайындығыңды, сонда нәтижесін көресің. Яғни сен өзің жігерлендің, тоқтамау керек деген сияқты, иә? Проблемадан қашпауға, потоктың айтқанда проблема бар екенін мойындау, проблеманы қабылдау, и соны шешуге энергияны жұмсауға, одан қашуға емес, былай қарағанда. И не істейді? Ең маңыздыларынан бастайды, яғни ең дедлайн кәдімгідей құрып тұрғаннан бастайды, немесе айтады, қыратын куратордан бастайтын шығарсың. Қалай өзі приоритет қалай? Қалай болды енді? TikTokта отырмайсың сен, иә? Ну, арасына енді уақыт болғанда. TikTok, Instagram деген сен үшін проблема емес. Мысалы, кейбір оқушылар осыны айта кетейін, себебі көбісі Instagram, TikTok удалить еттім дейді,
өзің контролировать ете алмайды. Өзіңді контролировать ете алсаң, ол өте жақсы. Немесе инстаграмда көп уақыт отыр, бірақ рекомендацияңды өзгерт. Только сабақ керек, формула, тиктокта тура солай. Анау видеоларды таста, не интересно деп. Чисто сабағыңа байланысты лайфхактар қарай берсең болады. Иә, анау бізде Марғұлан Сейсенбай айтады ғой, әлеуметтік желілерде өзінің плюстары бар, минустары бар. Просто осы әлеуметтік желілердің қаншалықты пайдалы ақпараттарын аласың деген сияқты ғой, дұрыс па? Егер сен әлеуметтік желілерден мысалы пайдалы ақпараттарын алсаң, Қаныбек сияқты, дұрыс па? Қаныбекте тұратын мысалы FM онлайн, Инстаграмдағы есептерді қарау мүмкін, сұрақтарды қарау мүмкін, біздегі жаңағы тарихтағы жаңағындай пайдалы сұрақтарды көру мүмкінсің, чек-листтерді көру мүмкінсің. Сол сияқты жаңағы ютубтарға кіресің, тиктокқа көресің, жаңағы тиктокқа кіресің да Еркебұланның, Мейрамбектің эфирлерін көресің, дұрыс па? Яғни сондай пайдалы ақпарат алсаң, әлбетте саған берер пайдасы зор болады. Егер де кіріп там Ирина Шейк пен Криштиану Роналду айырылысып жатыр деген ақпарат оқысаң, онда пайдасы да ол қандай ақпарат бар, дұрыс па? Иә, мысалға Ердәулет қызбен айырылысып жатыр деген не тема ол айтты мысалы, дұрыс па? Сондықтан да тұрмысқа шығып жатыр деген не тема ол? Оған дым пайдасы жоқ. Иә, мысалға біздің кейбір оқушылар болады, политика көреді, жайдарман көреді. Енді ол енді сен білмеймін, енді былай қарасаң ботан етін оқушылар ол пайдасы ақпарат деп ойлаймын. Алматы қаласында оқисың сен? Біз білеміз, енді Алматы, Астана қаласында оқитын оқушылар көбісі онлайн, офлайн ол жақта қатты дамып тұр, дұрыс па? Офлайн тіпті бір ортасы, отан десек болады Алматы қаласын. Сен неге онлайн курс таңдадың? Ең басынан мен Нұрболат ағайды ютубтан көрген болатынмын. Сол кезде уже онлайн формат маған өте қатты ұнаған. Себебі сен мысалы мектептен шықтың, шаршап келдің, үйге жеттің, сәл әлі жинап алдың да, конспектін жазасың, сабағын қарай бересің, уақыт жоғалтпайсың. Егер офлайн болса, сен может мектептен үйге келіп киім ауыстырып қайтадан шығасың, немесе мектептен шығып сразу барасың дегендей. Ол кезде сен энергияң жоғалады, бірсе оқығың келмей қалады. Мысалы ауырып қалдың десең болады, сен уже сабақтан қалып қоясың. Немесе погода жаман болып қалды дегенде. Алматы пробка бар еще, ол бар, иә, ол уақыт алады. Енді ол әр оқушының өзінің қабылдау қабілетіне қарай. Егер онлайн болса, окей, онлайн, жақпаса офлайн. Яғни жалпы айтқанда Қанбек былай айтсақ болады. Қанбек онлайн офлайн деген таңдау жасаған жоқ. Қанбек просто брендке қатты көңіл бөлген. Нұрболат ағайды таңдадың, болды. Нұрболат ағай сендің, нәтижесінде математика мен тарихында балдың көтердің. Енді уже бір жылдан көп FM онлайнда оқып жатсың. Бір жарым жылдай оқып жатсың. Осында 3 ұстазың отыр. Әрбір ұстаздың өз ерекшелігін айтсаң. Нұрболат ағайдың қандай стилистикасы бар, қандай ерекшелігі бар. Мысалға математика, физика көріп жатқан оқушылар, таңдап жатқан оқушылар көріп отыр мүмкін. Жазылайын ба, жазылмайын ба деген сияқты. Салыстырады енді оқушылар. Салыстырған дұрыс. Мен всегда айтамын, салыстырыңдар, пожалуйста. Әрбір мұғалім өзінің ерекшелігі бар. Сондықтан да анау Нұрболат ағайдың ерекшелігі неде, Мейрамбектің ерекшелігі неде, біздің ерекшелігіміз қандай, соны айтып кетсең? Негізінен Нұрболат ағайдың ерекшелігі ол қиын тақырыпты өте қызықты түрде түсіндіру, немесе ағайдың өзінің авторлық лайфхактары, кестелері, салыстырма теория элементтердегі кестелер өмірін жеңілдетеді. Және физика махаббатты аша алу. Ал негізінен Мейрамбек ағайдың математикада физикада андай, мысалға бізде тарих қандай бар? Бізде ең қиын кітаптар 8-9 сынып. Физикада сондай нәрсе бар. Жалпы неше кітап бар спецификасы бойынша сіздерде? 13 кітап бар. 13 кітап бар, иә. Әртүрлі авторлармен. И барлық авторды оқу керек, иә? Балалар кейде қазір 11-лер қарап отырмын, онда да қарап отырмын кеше. Типа айтады, мен қай кітапты оқиын ағай дейді, даже біздің кейде өзіміздің оқушылар. Егер бізде оқып жатсаңдар, негізі кітап оқудың қажеті жоқ, в принципе, если қосымша ретінде қарамаса, былай. Ниеттен онда қажет жоқ, потому что мен олар үшін уже оқып қойғанмын 13 кітап. Ішіне не келеді, не келмейді салып қойдым да. Яғни былай айтқанда, бүкіл 13 кітаптың былай не келедісін алып, теріп, міне осыны оқисың, осыны конспектлейсің, осыдан ұбт-да келеді, осыны жаттасың, барып дұрыс белгілейсің деп ше. Поэтому мен нәтижелер сәйкесінше болады, жоғары болады шүкір. Егер нақты именно ана сұраққа жауап беретін болсам, қай кітап қиын дейтін болсақ, немесе қайсысы бізде 10-11 негізі. 10-11, иә. 10-11. Особенно 11-дің тақырыптарын айтпай қояйын негізі. Немесе айтал 10-шы сыныптың именно қазір биыл хит болып жатқан магнит өрісі негізі осы уақытқа дейін 22-ші жылға дейін салыстырма элементтер ең қиын тақырып болып келген екен, тарау болып келген екен. Бір балл береді ЖБШ негізі. Вот. Ол ең қиын тест-центр өзінің несінде тұр, постында тұр, және салыстырма элементтері бұл бүкіл Қазақстанның ең қиналатын тақырыбы деп жазылған да. Бірақ біздің курс үшін негізі ол ең оңай тақырып, потому что ол енді бағана кесте бар, өзіміз лайфхактар бар деген сияқты да. Ал именно магнит өрісі келген кезде вот сол жерде біраз шаяды. Потому что неге формула тупо жаттап алам дейді, мағынасын түсінбейді. Это нормальмен түскен бұрыш па, даже соның өзін ажырата алмағаннан кейін ары қарай көп нәрсе сұраудың да қажет жоқ та негізі. Яғни сурет салу керек болады кей жағдайда, мағына түсіну керек болады, әсерін түсіну керек. Мысалы байқасаңыздар,
соңғы жылдары именно артады келмейді деген сұрақтар көп та негізі. Мен бұрын енді любой есепті артады келмейді салып отырсатын едім ғой. А биыл мынандай да, мысалы жылдамдан 2 есе арттырсаң анау қалай өзгереді деген сияқты сұрақ. Ал өзгермеуі мүмкін. Нан өзгертсем енді бала ойлап қалуы мүмкін, типа жыбы өзгереді деп ше. Өзгермеуі мүмкін мысалы. Сондай моменттерін бала білмейді да, не әсер етеді, не әсер етпейді. Ажыратпағаннан кейін, тақырыпты толық талдамағаннан кейін не істейді? Барады да шаяды. Ол ойлайды да, типа, мен аны білем ғой негізі деп ойлайды. Барады, құлайды, анаған двойной отыр ғой, потому что мынандай да, білмейтін тақырыбынан бал жоғалту нормально. Білетін тақырыбынан бал жоғалту ауырлау да. Потому что білетін тақырыбынан бал жоғалтсаң, типа, мен не білмеймін сонда деп ше. Мен білетін тақырыбынан бал жоғалтып жатсам, ана жақта қанша жатыр деген сұрақ туындайды. Поэтому негізі физмат таңдағандар көпшілігінің физикасы 30 балдан аспай жатады. Қырылып жатқан сол ма? Даже кейбіреулер 20 балдан. Қанша өзі күндіз-түні дайындалып жатса да, ол просто не білетінін білмейді, не білмейтінін білмейді. Сондықтан 20 бал мен 30 балдың арасында қанша оқыса да, ұйықтамаса да, конспект жазбаса да жүре береді. Не істемейді? Аналитика жасамайды. Не бақында қандай тақырыптан қате кетті, неге қате кетті, неге ол осылай ойлап қалды, немесе неге ол мұқияттылықтан болатын болса, оны қалай дамытуға болады, ол жағын ойланбайды, и поэтому сондай нәтиже. Негізі қиын тақырыптар, егер қаласыңдар 10-шы сынып және 11-шы сынып. Нема физиканың спецификасы бар емес, бұл тұтас орла бекіткен. Сол бойынша келе ма, неге спецификация сай келе ма? Бұл енді мына тақырыптан 2 сұрақ, мына тақырыптан 5 сұрақ деген сол бойынша. Бұны тапсырған 2 адам айтып берсінші, өздері маған қызықты. Мен и так білемін ғой негізі. Бағынбайды, спецификация қарамайды ғой, көбінесе енді там сақтайды да өзінің құрылымын. Мүмкін 1-2 есепке артық беріп жіберуі мүмкін. Қатты емес енді. Енді мысалы мына тақырыптан 3 сұрақ келеді дейді да, бірақ 5 сұрақ келіп қалуы мүмкін ба? Негізінен мысалы оптиканы алсақ, өзі 3-ақ сұрақ келеді. Бірақ контекст келсе 8 сұрақ. Контекстен білмейсің қай тақырып келеді. Контекст бағынбайды ғой ешкімге. Тарихта да сол ғой. Сен мысалы бір тұлғаны білесің, білмейсің, соны беріп қалуы мүмкін. Осы жерде бір нәрсе айта кетейінші. Мысалы физиканың спецификациясын айтсыздар ғой. Именно математиканың спецификациясында бізде сәл-пәл проблема бар. Неге десеңіздер, өйткені тараулар ыңғайсыз. То есть мысалы сандар тарауы деп тұрады. Мысалы 8 сұрақ. Одан кейін теңдеулер жүйесі, теңсіздер жүйесі. Яғни біреулер кетеді айтады бізге, ағай тригонометриядан қанша сұрақ келеді? Мен жауап бере алмаймын сендерге. Өйткені ол тригонометрияның ішінде тригонометриялық өрнектер бар, ол сандарға жатады. Теңдеулер бар, ол теңдеулерге жатады. Тригонометриялық теңсіздік бар, ол теңсіздікке жатады. Яғни ол деген бізде нақты мысалы оптика, механика, не бар сіздер мысалы қарамаған, яғни общий бөлім беріп болған. Мысалы теңдеу дегеннен қараңызшы, теңдеу дегеннен бізде көрсеткіштік теңдеу бар, логарифмдік теңдеу бар, модуль бар, иррационал бар, тригонометр бар, яғни неше түрлісі бар да, және оның нақты қандай екені белгісіз. Вот математиканың сәл проблемасы осындай, сол себепті оның мысалы мынанша сұрақ точно ма точно емес па деп айту қиын да, кішкене ше. Солай кете береді енді. Мен есімде сен 2023-те тапсырған жоқсың ба бұны? Иә. Сенің кезіндегі математика қиын еді ғой негізі, қазірден қарағанда. Біз тапсырған жылдар более тақырыптар көп болатын. Иә, яғни ол тақырыптарды қандай тақырып тапсырды сонда? Дифференциал теңдеулер деген тақырып бар, комплекс сандар деген тақырып бар, және де математикалық және статистика элементтері, ол жаңағыдай дисперсия деген бар, ауытқу деген бар, может білетін балалар болса. Сосын бізде тағы мәтіндік есептер. Мәтіндік есептер алып тастады, және де ықтималдықтар теориясы. Яғни мәтіндер жоқ қазір математикада? Иә. Ол математикада болуы мүмкін, математикада келмейді. Сендердің кезінде 45 алу қиын еді ғой, әжептәуір қиын. Негізі қиын еді, бірақ сол кезде 45 алған жайым бар енді. Яғни сол сендердің кезде 45 алу более қиынырақ, чем қазір елу болған, иә? Возможно, айтуға да болатын шығар, бірақ қазіргі таңда көбінесе біздің кезден қарағанда геометрияны более дамытқан. Аналитикалық геометрия деген тарау бар, мысалы көпшілік сол жақтары дамыған, ал алгебрасы енді сәл оңайланған сияқты. Геометриямен бір функция дегендер, матанализдің бастамалары кішкене қиындаған дәл қазір сәтте. Сәйкестендіру сұрақтар не келеді сонда сендерде математикада? Сәйкестендіруде мысалы әртүрлі болуы мүмкін, геометриялық есептер болуы мүмкін, мысалы мынаны радиусын тап немесе аудан тап деп 2 сұрақ келеді былайынан. Или же тағы қандайлар болуы мүмкін мысалы. Прогрессиялар көп келеді. Міндетті түрде сәйкестендіруде бір сұрақ прогрессия келеді. Яғни арифметикалық прогрессиядан жаңағыдай бірінші мүшесін тап, қосындысын тап деген сияқты әртүрлі бір есептер келе береді өзі. Негізі білетін балаға ол бекітілген нәрсе, және де жаттағандар 31-ші сұрақ, ол бізде міндетті түрде функцияның графигіне қатысы келеді, функцияға қатысы келеді, сол себепті ол 2 балды сәйкестендіру есебі. Яғни сол себепті бір көп жауап, көп балл келеді дегендерге көп фокус қою керек деп ойлаймын өз басым. Жақсы, дұрыс. Мейрамбек айының қандай ерекшелігі бар? Мейрамбек айының ерекшелігі ол өте қиын тақырыпты қарапайым тілде жеткізіп, тақырып жай жаттай салу емес, оның мағынасымен түсіндіру ғой. Өйткені сен мағынасымен түсінсең, сен тақырыпты толық меңгердің. Значит, сол тақырыпқа сен кез келген есепті шығара аласың. Айналып келсе де, төңкеріліп кетсе де. Иә. Бір шамасын ауыстырса да шығара аласың. Яғни Мейрамбек ай
қиын есептейді оңай жолмен түсіндіреді иә онлайн тәсілмен досын тарихтың ерекшелігі иә қалай болды тарих тарихтың ерекшелігі ол өзіңіздің сіздің киноның үзінділерін қосылуы және де өте күлкілі күшті форматта өтуі ғой скучно болмайды дегендей нәрседе ғой бірақ енді жазатын нәрсе көп бірақ жазу керексің жазатын нәрсе көп қой күлкілі нәрселер капец қиналған тағы нем ғой мен пәнім ғой тарих деген ба жылайтынмын ғой мен 25-тен 6 балл алатынмын ғой ше бір күні короче бүйттім жетеді дедім ғой короче 6 балл тарихта иә лучше есебімді шығарып жіберейінші деп ше кәдімгі мына жерде ғой анау кітаптарды оқисың кітаптардың ішіндегі анау мынада мынандай жыл жазылады андай жыл жазылады қайсысын жатамын еще екеуі вариантта тұратын айтсайшы ол кезде 5 вариант қой енді ананы қайсысын белгілеймін деген кезде анау не да окей белгілейсің ғой бірақ анау психологиялық онша емес та бір рет дұрыс бір рет бұрыс бір рет дұрыс типа сосын ойттым да типа мен тарихты оқимын ба оқымаймын ба потому что мен даже оқығанның өзінде дұрыс белгілеуім мүмкін дұрыс емес белгілеуім мүмкін деп ше жаман жеп қалған болатынмын енді университетте тарихты жақсы оқыдым бірақ дегенмен мектептегі тарих негізі тарих біз түсінеміз да өйткені мен де өзім таңдау пәнінің несімін ғой ұстазымын ғой мен түсінемін қазақстан тарихы дайындық негізі математика физикадан қарағанда көп болмау керек та дайындық ше иә яғни біз конспект әптер жасаған кезде осы жайлы первую очередь алдық өйткені оқушы нравится не нравится или хочешь не хочешь бәрібір таңдау пәндерге қатты көңіл бөледі өйткені ол жақта не бар 100 балл бар дұрыс па тарих айналдырған 20 балл бірақ тарихты да оқу керек та сондықтан да мысалға бір апта 168 сағат болса соның кәдімгідей 10-15 сағат математика физика арнасын соның бір 6-7 сағатын тарихқа арнаса жетеді деген сияқты ниетте біз сөйтіп методика құрғанбыз тарих өйткені енді Қаныбек соған бір кейс болып отыр деп ойлаймын жалпы бізде математика физикада орта оқушылар көп қой яғни тарихқа иә уақыт анайды бірақ математика физикадан қарағанда қатты көңіл бөлмейді өйткені математика физика ол таңдау пән ертең мамандықтарына қатысты ол мамандық деген мысалға қай мамандық болмасын физикасыз математика болмайды өйткені физикада дұрыс па математикаға білуің керексің химияда даже математика керек деп естігенмін мен есептер шығаруда иә химияда есептер шығару биологияда кейбір есептер бар қояндардың көбеюі деген ба білмеймін сондай бір есептер бар дейді енді қара Қаныбек сен егер де ше қазір ұбт-ға дайындықты қайтадан бастайтын болсаң 0 болсаң ше яғни бізде оқымадым дей берседі сол алдыңғы жылы қалай бастады сөйтіп бастайтын ба едің бірінші физика алып математика или бірдеме өзгертер ме едің деген сияқты тема ғой жоқ қалай болды солай қалдыра бердім өйткені біріншіден сен фундамент қалап алдың негізгі бейіндік пәндеріңмен а тарихты сен уже оқу керексің өйткені 20 балл жерде жатқан жоқ жақсы енді осы қазір 10-шы сынып оқып жүрген оқушыларға қандай не айтасың кеңестер айтасың негізінен осы көбінесе мифтар тарап жатыр қазір бастасам өмірде ұмытып қаламын ғой немесе қазір қиналғым келмейді сосын бастаймын ғой дегендерге айтарым ол дайындықты қазір уже бастап кету қарамау керек уже уақыт өте тез өтіп жатыр қарайсың уже бір күн жоқ уже бір күнде сен талай нәрсе бітіре аласың дайындықты бастап кету және оны ең маңыздысы тоқтатпау курсты бітірді ма тоқтама ең маңыздысы көбісі осы бітіреді да күштімін ғой деп қалдырып кетеді да сәл демалса болды ма сәл демалса нәпсіге ауру қызбен жүріп кететіндер бар общем немесе спортқа кетіп қалатындар бар анау болады ғой типа мына биікті бағындырдым и все дейді да и ары қарай мынандай ғой Эйнштейн бір жақсы сөз бар еді ғой бұл нәтижеге шығу бұл велосипедпен қырға шығумен тең деп ше егер тоқтасаң артқа кетесің даже бір орында тұру үшін сен қандай да бір әрекеттерін жасауың керек потому что андай жоғары қарай кету керек қой кейбір бала қазір стрессовать етіп жүруі мүмкін да мысалы мүмкін кейбір бала қазір капец қатты көмектесетін шығар біреулерде прогресс болмауы мүмкін қазір ше қаңтар ботадан кейін осынша жеп қалды жегеннен кейін дайындығын бастап кетті да бірақ прогресс жоқ та яғни ол мысалы 90 балл алды делік и ол наурызда да 90 балл алды да бірақ осы жерде ескеріңдер сендер қаңтарда шыны керек көбісін жаңағыдай телеграм каналдардан сливтермен әйтеуір біреулерден сұрап болсын әйтеуір бір білмеу керек тақырыбындағы балды алып кеттіңдер ғой ал енді наурызға дейін 2 ай дайындалып енді білгеніңнен алып отырсың да и оны балалар оны қатты қарамайды потому что конечный итог екеуінде де 90-90 и менде прогресс жоқ деп ойлайды да жаңағыдай выгоранияға бара жатады да негізі осы жерде Қаныбектің айтқаны өте қатты зор өзінің дайындығында тоқтатпау керек а в лучшем случае если 11 болсаң күшейту керек болады ал 10 болсаң бастап кету ары қарай тағы да тоқтамау керек болады негізі Қаныбек сияқты оқушылар білесіңдер ма 130+ алатын оқушылар андай болды короче мына оқыған ақпараттар маған әлі де аз мен сол 130+ алған маған әлі тағы да керек қосымша керек олар білімге тойымсыз олар білімге тойымсыз анау біздің бір әріптесіміз бар Бауыржан деген химик Бауыржан жақсы айтады ғой білімге келгенде ұятсыз болыңдар деп ше яғни 130+ алған оқушылар бізде бар ғой
қандай бағыт болмасын андай да білімге тойымсыз олар ше тағы бар ма деген оқушылар сондай. Яғни сен уже андай бір белгі да уже білесің, опа мына оқушыдан бірдеме шығады деген сияқты. Олар қазір оқып жатқанда мысалы курс аяқтаса да қанағаттанбайды. Может мен мына сұрақтан кетіп қалып жүрмін, мынаны бір сұрақ тест жіберіңіз, сондықтан да егер де сіздер сондай оқушылар болсаңыздар, білімге тойымсыз, білімге қанағаттанбайтын, демек сізден уже бір прогресс бар, бір талант бар, оны демек 99% еңбекпен қамтамасыз ету керек деген сөз, дұрыс па? Мен өзім де айтатынмын осыны. Қанағат болу деген негізі жақсы нәрсе шығар, бірақ білімге келген кезде қанағатсыз болыңдар деп ше әрдайым. Сол нәрсе мен де өзім оқушы кезде кішкене бір қанағатсыз болдым. Соның нәтижесінде енді прям қанбек сияқты болмаса да деп қояйын енді. Әйтеуір жақсы нәрсе көрсеттім, қалаған мамандыққа түсе алдым. Сол себепті бір қанағатсыз болып көп еңбек ету керек деп ойлаймын. Именно білімге келген кезде. Мейрамбек өз басым мысалы айта қойшы. Қанторботта қаншадан 50-50 болды математикадан? Қанторботтан 6.50-ден 50 болды математикадан. Наурызда тоже 6.50-ден 50 болды. Демек грантта жоспарлар үлкен. Пока айттық, бірақ нәтижесін көрсетеміз. Демек математикадан жас болса да уже өзін дәлелдеп келе жатқан ұстаздардың бірі Мейрамбек. Молодец. Қанша видеосы бар сенде математикадан? 300. 300? Яғни бізде 200 сабақ алгебрадан, 100 сабақ геометриядан. Тамаша. Прям бүкіл математика талқыланған. Аға айтты ғой бағана 10 кітап дедіңіз ба? Бізде 20-дан көп кітап бар. 29 кітап. Математикадан 29 кітап? Прикинь, 29 кітап. Мен оны негізі былай айтайын, жалпы оқыңдар деп едім балаларға, өйткені математика оқитын пән емес қой негізі, былай теориясын мағынасын түсінсең болды. Бірақ мен каждый сол жаңағы 300 сабақтың әр сабағында сол бір 3 кітап бар, мысалы 8-ші сыныптың бүкіл сол 8-ші сынып кітабын тақырыбын қарап шығатын едім ше. Сөйтіп барып есептерін де содан құрастырып алып қоятын. Себебі ұбт-та келетін есептер көбінесе сол мектептің есептеріне өте ұқсас болады. Осы нәрсені тоже ескеру керек ше. Сен өзің ұстаздық жолда жүрсің, жалпы мына ұбт-да оқушылардың жіберетін басты қателіктер қандай математикадан? Математикадан ба? Негізі деңгейі көп жоғары балалар көбінесе плюс-минус деген сияқты таңбадан кетіп қалуы мүмкін. Өзім де сондай болған. Бір ұбт-та 43 аққа, бір ұбт-та 44 аққа, өзі 45 еді ол кезде. Яғни сондайдан кетіп қалатын. Ал жалпы одан бөлек көп деңгейі мықты болса да кетіп қалатын тақырыптар олар аналитикалық геометрия. Өйткені көп жерлерде дұрыс үйретпейді. Біріншіден мектепте деп айтайықшы, өйткені мектептегі мұғалімдердің кезінде өздері оқыған кезде ол тақырып бұрын болмаған. Ол жаңадан енгіз мектепте, сол себепті олар ұмытып қалған және балаға дұрыс үйретпеуі мүмкін. Даже онлайн курстардың ішінде, офлайн курстардың ішінде ол тақырыпты жақсы білетін мұғалімдер өте аз. Именно аналитикалық геометрия, жаңағыдай жазықтың теңдеу, түздің теңдеу деген болатын болса. Қанша балл береді? Ол шамамен бір 2-3 балл явно болады сол. Вот, сол себепті содан кетіп қалуы мүмкін, және де бір қайдан кетуі мүмкін тағы. Функция тақырыбына байланысты бір қателіктер болып қалуы мүмкін. Так былай негізі ол 45+ алатындар негізі сен. Жақсы оқыған балалар сөйтіп қателеседі. Ал егерде деңгейі төмен болатын болса, енді олар әртүрліден кетуі мүмкін. Қай тақырыптан қиналады, сол тақырыптан кетеді. Және сол тақырып көп келді деп айтады. Біздің миына эмоциясы сөйтіп қалып қалғаннан болар. 2 келуі мүмкін, бірақ 10 келген сияқты ощущение. Енді қараңыздар, наурыз бітті. Наурыз бітінің басталуына аз уақыт қалды. Қандай жоспарларыңыз бар? Сіздерде бір фокус деген топтарыңыз бар деген сияқты. Енді оқушы әлбетте потокта оқыды, сіздерде топтарыңызда оқыды, бірақ ең бастысы нағыз ұбт-ға дейін олардың деңгейін сақтап қалу ғой. Яғни біз енді в первую очередь ақша үшін емес, сапа үшін жасайтын курспыз. Біз сен курс аяқтадың деп оқушының артынан теуіп құтылмаймыз да. Сондықтан да қандай жұмыстар жүргізіп жатыр қазір FM онлайнда? Немесе одан кейін қосымша ақша алмаймыз деген нәрсе. Осы кезде бір қызық нәрсе айта кетейінші. Фокус туралы айтсыз ғой бағана. Фокус топ деген жаңағыдай жоғары балл жинаған, 100-ден жоғары, 105-тен жоғары балл жинаған балалар оқиды ол жақта. И Қанбек 9-шы сыныпта фокус тобына оқыған. Негізі өмірлер ғана оқиды, бірақ жаңағыдай үйтіп қайта ағайға жазып, ағай фокусқа кірейінші деп сөйтіп барып 9-шы сыныпта фокуста аяқтап шыққан оқушы. Дұрыс па? Білімге ұятсыз болды. Жоқ, реально қоймай қойған ше. Мен өйткені принципиально фокус топ 11-ші сыныпқа деп айтқанмын негізі. Биыл солай қалдырдық, кәдімгідей өте қатты принципиально, онда кіріп жатқан жоқпыз даже. Шынымен де негізі мындай ғой, табанда болу керектігінің тағы бір дәлелі деп ойлаймын. Егер сен табанда болатын болсаң, егер сен қалауың қатты болатын болса қорқыныштарынан, онда сен қалауың орындалатынына бір мысалды. Негізі әйтпесе фокуста біз өте қатты ц-ден кейін әшейін сән болып қалатын есептер талдағанбыз. Мейрамбек үй жұмысын берген кезде кәдімгідей 40 минут шығатын есептер беріп жүрген ғой даже кейде енді қазір. Сәл сонда жоқ, ол қате болғанда вот сол, бірақ қазір моментінде да мүмкін сол моментке мүмкін сол қатені жіберген шығармыз біз. Биыл бірақ оны алып тастадық қой. Деген қатені мойындау да негізі бір ерлік. Бірақ сол қателігіміз қазір
ол балалардың университетінде көмектесіп жатыр да. Шодан болып жатыр да бұл жерде. Яғни ол балалар университетте қатты қиналып жатқан жоқ, керісінше басқаларға үйретіп жатыр да, кейбіреу даже мұғалімдеріне үйретіп жатыр деген нәрсе ғой бұл жерде. Насчет фокусқа келетін болсақ, бізде шынымен де негізі бізде фокустан бұрын мысалы бізде FM 9 бар, 10 бар, 11 бар, 12 бар. Олар менің бұрынғы 200 видео сабақ, бірақ бұрынғы мен оқыды да. Енді ол да рекорд қойып тастады, мысалы абулар 138, 136 деген мысалы балалар шықты. Реально өзінің мықты екенін көрсетіп берді өз кезегінде, бірақ мен қарадым да ол жерде бір андай бір гап деп айтпай ақ қояйын, бірақ дегенмен бір меніңше минус бар. Ол мен ең соңына қарай кітапты оқуға міндеттейтінмін. Яғни негізгі заттар беріп өтетінмін, аны да, бұны да, сыны да, теориясында айтып өтетінмін. Бірақ айтатын, мынау бәрібір саған толыққанда жетпеуі мүмкін, егер сен 45-тен асырғың келсе деп ше. Сондықтан кітап оқы деп беттерін жазып қоятын авторларымен положено ше. Мысалы айталық. Видео сабақта ма? Видео сабақтың соңғы бетінде. Сол видео сабақ болып жатады да, соңында мынау бүгін тақырып осынша кітаптың осынша беттеріне жазып қойсыз ғой, беттеріне жазып қойсыз. Соны алып тастадым. Алып тастадыңыз ба не? Иә. Әдемі алып келіп соны алып тастадым деген. Мынандай да, былтыр короче бізде 130 ағандар, 120 ағандар мысалы қарапайым медуза деген сұрақтан қатеге жіберіп жатты да. Ол жіберетін қате емес, ана импульсын сақтаудан если что жазып не сақтағандар келеді по-любому. Былтыр ОБТ-да келген өйткені. Яғни ол жіберетін қате емес, ол кәдімгідей просто қазақ хандығы нешінші жыл құрылды деген кезде сол сияқты сұрақ па? Сондай сұрақ қой, QR-дың несінде жазылып тұрған жоқ па негізі? Яғни күнде көріп жүрген сұрақ. Вот сосын ойладым, егер даже солар сондай сұрақтан қателессе, басқалары қалай болады дедім да, мен ана 13 кітап өзім оқыдым. Келетін теорияны бәрін бүйтіп тізіп жазып қойдым, кестеге алып ше. Кәдімгідей мынау ағылшында да mind map деген не бар ғой, X-Mind біз қолданамыз ғой енді эксперттерше, соның типында алып келіп короче курсты жасап шығарамын. Сондықтан 9, 10, 11, 12-лер қайтадан бізде 2 айлық интенсив курста жаңа сабақтарға доступ алып бүкіл сабақты қайталап жатыр. Бірақ FM 9 бітіріп кеткен жағдайдың өзінде де 4 айда оларға бізде өзімізде рекордсмендер болды, Абу болды, Абылай болды, тағы да басқа ағайлар болды арасында өзім. Яғни біз олардың дайындығын мейлінше үзбеуге тырысатынбыз. Ал фокус бұл жерде жаңағыдай 95+ аған, 100+ аған балаларды тағы да қосымша оқыту. Яғни бұл жерде бір мотивация бар да. Мен фокусқа кіруім үшін деп тағы бір оқиды, кіргеннен кейін тағы оқиды да. Әрине біздің былтырғы 261 баламыз 120+6 деп мақтанамыз ғой негізі. Шынымен де солай, бірақ дегенмен олардың көпшілігі шынымен де олар фокус топтың түлектері да. Бір носы бар. Яғни кейбір балаларға ұнамай қалуы мүмкін осы жерде. Фокус топқа кемінде 2 бейіндік пән алғандар ғана кіре алады. Дұрыс. Яғни 2 пәнінде бізде бұл. Яғни ешкімді ренжітпейміз, басқа эксперттер болсын, басқа курста болсын. Яғни біз нәтиже салған кезде бұл біздің фокус топтың оқушысы деп саламыз да. Және де биылға негізі есіңізде болса, біз былтыр абулайлар болған кезде тарихты помните? Ең самы ақсап тұрған нәрсе физика айырып жатыр, мат айырып жатыр. Тарих деген 10 балл дейді ғой. Мен айтамын ғой, рекорд деп айтшы деймін ғой кәдімгідей. Там 126 дейді, 127 дейді, 124 дейді. Не болып жатыр деймін ғой, тарих 8 балл, 10 балл, 12 балл. Дейсің осын күндерге қосымша жасап жүріп еді ғой, помните? Мақсат Абылай болды, Әбу Насыр Талмуртин болды, тағы да бір 20 оқушы жиналдық. Яғни олар бізде 140-тан 140 шарук деген оқушылар болды да. Қысқа нұсқа олардың тарихтың деңгейін көтеру керек болды. Тарих шынымен де көтерілді. Яғни біз жақында біз Алихан академ директоры Алиханмен уже наурыз бітті ғой, нәтиже шығарып отырмыз. Именно бізде комбомен оқығандардың тарихы әлде қайда жоғары деп айтсам. Бірақ оқушы бар. Кәдімгі оқушы кәдімгі енді білмеймін енді. Сіздердің де нелеріңізді, миларыңызды ашып жіберді, менің миларымды ашып жіберді. 4 әріптен тұратын, иә, Алихан? Бір қыз бала бар екен. Заты қояды осы бала. Құдай қаласа қоямыз, білмеймін енді. Соны сіздердің FM академиясымен біздің академия бір жұмыс істемесе, пока қиын болып отыр ғой мен жұмыс істеу. Енді фокус получается қазір наурыз бұдан кейін ашылды ма, енді ашыла ма? Ашылып қойды. Қаңтар бастамастан бұрын. Қаңтардан бұрын ашылып қойды, и олар қазір наурыздан кейін де тоқтамайды, жүре береді. Оқу тегін еще ол жерде. Оқу тегін. Просто жаңағыдай ана шартты орындау керек болды. Яғни 2 бейіндік пән кемінде, желательно, конечно, тарихпен бірге, өйткені біз фокусқа кіргеннен кейін айтамыз, тарихың по-любому кейін ақсайды, біз білеміз ғой, физматпыз ғой, короче. Иә. И сондықтан
тарихын да беруге тырысамыз. Негізі фокуста қателеспесем көпшілігі сол тарихта Көпшілік оқиды. тарихта. Иә, көпшілік тарихта оқиды. Элитада да өз физматтар көп еді сізде биыл негізі. Енді бізде элитадан не болды? Бізде элитаны екіге бөлдік та. Яғни қаңтардан кейін бір элита ашылды, 6 топқа, екі наурыздан кейін бөлек. Яғни қаңтардан кейін ашылған таса кетіп отқан жоқ. Просто наурыздан кейін ашылғанда тағы новый нелер қосылды. Қосымша қосылды. Иә, қосымша қойып жатыр. Сен Бірақ ол элита дегеніміз андай ғой. Қазақстан тарихынан 20-дан 20, платныйларда 18-19 алғандар, немесе там математика физикадан там 130 плюс алып, тарихтан 14 алып қалғандар да қосып жатыр да. И қарапайым оқушылар бар бізде, мысалы әлі поток аяқтамағандар, наурыз ұпай кірмеген оқушылар болады. Оларға қазір біздің академия мынау сәуірдің 20-сынан бастап қайталау айын жүргізейін деп отыр. Яғни бір айдың көлемінде қайталау айын жүргізеді. Яғни біз оқушылар іріктеп алдық. Действительно андай. Кейбір оқушылар болады, енді мойындау керек, біздің курсты алады да нәтиже жеткізіп алады, фундамент қойып алады, сосын тұрады да. Сіздердің қатысыңыз жоқ. Секіріп кетеді басқа курстарға ше. Фукқа секіріп кетеді, машина секіріп кететіндер бар деген сияқты ше. Солардың бәрін тазартып, солардың бәрін короче тазартып, сөйтіп қайталау айын жасап жатырмық. Яғни өйткені біз енді яғни түсінікті жүреді. Бұл жақта сіздер жағынан да біздің жағынан да шығын шығатыны түсінікті, қорғауларға дұрыс па? Бірақ бізге қазір 140-тан 140 балл үлкен нәтижелерді бізге талап етеді. Енді өте жақынбыз. Иә. Математика, физика наурыз рекорд болды бізде. Тарихтан 20 алған, оқу сауаттылық 20 алған, мат сауат 20, 10 алған да. Вообще. Математика 50 алған. Физикасы 49 болып қалды. Қай сұрақтан қате кеттің? Бәрін қоятын сұрақ осы жақта ескертіп отқан сияқты. Формула квадраттан кеткен ғой. Иә. Жалпы қай есептің нешінші нөмірі ол? Нешінші есеп? Есімде жоқ, бірақ есеп 1 мен 25-дің арасындағы сұрақ, иә? Иә. Нақты. Контекстке дейін болған. АБЦ-да. Не болды? Не болды? Ең алғашқы жүздірік болды. Еще Бәрібір ең алғашқы 139, конечно. Иә. Ана ең алғашқы 139. Ну, келесі жылы алады деп ойлаймын. Бұйырса енді жақсылап оқытайын деп жатыр мен. Жер болу керек қой. Иә. Енді 139 алдым. Үйдегілер қалай қабылдады? Үйдегілер реакция қалай болды? Бір өте қатты қуанды біріншіден. Иә. Бірінші эмоция анаммен бөлістім. Содан кейін Нұрболат ағайға хабар басып айтқан болатын. Сосын у-шу басталды. Мен білесіздер ме қалай білдім? Мен сапардан келдім. Бір обедке кейін ұйықтадым, короче. Бәрі маған жазып жатыр, звондап жатыр. ОБТ эксперттер деген чат бар, сол жақта жіберіп жатыр, короче. По-моему, сол жаққа жіберіп жатыр. Түсінбеймін. Неге жолға Қанбек 139 балл деп қояды. Айбай дедім сосын. О, Қанбек кірген ба не деп. Сол білдім, сол кезде білдім мен, короче. Мен де білдім, маған звондаған кезде ғана білдім ғой. Сіз хотя бы оқушыңыз емессіз ғой. Мен басқа әріптестерім естіп отырмын ғой. Мені құттықтап отыр ғой. Олар уже бақылап отыр ғой, короче, көрдіңіз ба? Олар уже бақылап отыр да. тура солай. Мен де ұйықтап отқанмын ғой. Қандай звондаған, оказывается, қандай звондаған, WhatsApp-тан жазған, осындай сертификатын жіберген. Мен бойдақ жарайды. Мен ұйықтап отыр. Сен не үшін ұйықтап отырсың? Бұл да бойдақ. Мен де Ол жасы келмеген бойдақ қой. Мен жасы келген бойдақ қой. сәл сол түні бойы сабақ түсіргенмін, соны ұйықтап алайыншы деген. Ой, сабаққа жазады Дұрыс шынымен сабақ мә капец біраз энергиямыз алды. Алдын бұны таба алдым ғой мен ресторанда бір қызмет отқан. Тарда отырдым ғой екінші этажда. Ол кейін. Мына жері қитсаңдар. Ондай жоқ негізі. Боты бітті. Енді не істеп жатрсың қазір? Енді дайындық. Дайындық тоқтатпадың, иә? Тоқтатпаймыз. Тоқтатпадың. Яғни уже қалай от тапсырдың? 1-2 күн демалдың ма, қанша күн демалдың? Енді сол кезде құттықтаулар енді 1-2 күн болды, сосын қайттан қолға алдық. Жазда қандай жоспарлар енді? Тоқтатпайсың ба? Тоқтатпаймыз. Тамаша. Сразу айтты, сүйікті пәнің қандай қазір? Екеуі ойламаймын. Математика, физиканың біреуі жағына жақын болды ғой? Сүйікті пәннен қайсыны таласың? Физика жағын бірінші Ну, екеуін де айта аламын, өйткені конкретно ойлаймын, физиканың өзінің формулировкасынан, есептерінен, а математиканың өзінің формуласының өзгеше ғой енді, әр пәннің өзінің күшті жерлері бар деген. Ең қиын қайсы болды сен үшін? Тарих болды ма? Енді тарихтан база болды, бірақ оны дамыту керек болды да. Жеткіліксіз. Қиыны сонда тарих болды ма, математика, физика болды ма? Енді өзім физмат лицейде оққан соң қатты қиынға соқпады. Енді тарихтан база болғанмен де оны дамыттық қой. Дұрыс. Не ұмытып қалдым мен. Қазір сол кезде айтып жоқ, мына нәрсені күшті айтқан ше. Кейде балалар ойлайды ше, типа физика мен математика екеуі бірдей пән деп ше. Андай ойлауы мүмкін деп, екеуі де формула ғой, екеуін де есеп шығарасың деп ше. Вот соларға айтарым, просто тапсырып көріңдерші пробныйда, потом поймете. Яғни мықты математик барады да, физика тапсырып көрсің, мықты физик бар, математика тапсырып көрсің, потом түсінесің де там қандай айырмашылық екенін негізі. Мен мысалы окей, физикадан спокойно 50 аламын, бірақ мен математика қазір барып 50 аламын деп айта алмаймын. Енді бір 41 бәлеп кетіп қалатын шығармын деп ойлаймын, по-любому бір окей, 35-тен плюс жоқ, точно аламын енді жыба. Но бірақ андай
мағынасымен алып кететіндей емес та ол бәрібір. Жаңағыда айтып отыр ғой Мейрамбек, ананы заттар кішкене тереңірек талданып отыр, особенно геометрия деп ше. Иә, сондықтан ол заттар енді бұрынғы ақпаратпен томып ішуге болмайды деп айтқым келіп жатыр. Мысалы кейбіреулер болуы мүмкін, менің жасымда бір жігіттер, ағалар немесе әпкелер ұбт-тан солай көріп қалған, айтады, формула жаттасаң болды емес пе, немене қиналып жүрсің деп айтады. Анау шынымен істейді ғой, потому что сестрасына ағасына сенеді ғой. Иә. Формула жаттайды, короче, күндіз түні барады, тапсырады, 15 балдан асамай, что там болып жатыр ғой ана жерде. Баланың психологиясын содан кетеді да негізі, типа мен еңбекті салдым, еңбегім ақталмады деген содан жатты негізі. Бірақ ол еңбектің дұрыс жолға салынуы деген дүние бар еді да, бірақ ол алып қойған болып тұр ғой, бір дұрыс әрекет жасау мен әрекетті дұрыс жасау екі бөлек дүние ғой. Осыны шатастырып жатады да негізі. Сол моменттер біз фокусқа негізі қаңтарға дейін іріктеп аламыз, бағанағы тема жалғасса. И қаңтарда бір нәтиже көрсетіп алғаннан кейін ол моментте тағы дайындап жатады. Балалар кейбір кірмегендер уже мотивациясы болады, потому что қаңтар болатын нәтижесімен фокусқа тағы да кіруге болады. Біз тақырыптық нәрселерді қаңтар болды біткеннен кейін бастаймыз. Мысалы біреуін айтып кетейін, қызық болса, өз жерге дейін қараса, демек ол значит мықты бала деген сөз. 120 плюс аласың сен, реальностен, иә. Яғни бір лайк басып кете салсаң, точно аласың. Суть қандай? Біз мысалы фокустан андай тақырыпта бар. Изабараны жұмысын табуды үйретеміз курста. Смело. Изахорада жұмыс табуды үйретеміз. Сосын қайсысы береді? Одан кейін андай бар, циклдік жұмыс деген не бар. Там циклдік жұмыс 4 бұрыш болуы мүмкін, квадрат болуы мүмкін, 3 бұрыш болуы мүмкін, 3 бұрыш төңкерілген болуы мүмкін деген сияқты да. Бірақ барлық жерде изотерма кезіндегі жұмыс анықталмайды. А ол, который математикада жоқ тақырып, интеграл деген тақырыппен шығады да, вот. И біз соны фокуста береміз. Яғни біз фокуста тереңдететіміз соншалықты сәл ұбт шеңберінен сәл жоғарылаймыз. Сәл бүйтіп алыс кетіп қалмаймыз, варианттарға ше негізі. Онда да істей аламыз, в принципе, негізі оны уже көзіміз жеткізгенбіз негізі. Мен де істей аламын, оны Мейрамбек те істей алады бізге. Бірақ жаңағыдай сәл артық береміз, потому что мынандай момент бар. Деңгей құрастырылған кезде С деңгейдің өзінің ішінде деңгейлер бар негізі, балалар біле бермейтінше. C1, C2, C3 деген сияқты да болса. Осы моменттерді балалар ажырата алмайды. Мен кейде айтамын, мысалы балаларға ше, мен осы деңгейді есептесем, қойыңызшы айтып қояды. Максимум Б деңгей ғой дейді да, ол жерде тұрып. Просто C1 дейсіз сіз. Құрастырылуы сондай да. Кейбір есептер қиындығы жағынан С болады. Кейбір есептер көбірек уақыт алу жағынан С болуы мүмкін да осы жерде. Құрылымы жағынан С болуы мүмкін. Мен айтып, түсінугі жағынан С болуы мүмкін. Ол жерде разбирать етпей. Ол емес ғой эксперт, біз ғой эксперт, ол жағын біз түсінеміз да. Ол кейде жаңағыдай А деңгейі де бар отыруы мүмкін да. Түсінікті. Математика, физикадан андай бір кітаптар бар ма? Яғни осындай бір қосымша оқитын кітаптар керек па, керек емес па? Есеп шығарғанға болса, былай оқып отыратындай емес деп ойлаймын. Яғни мысалға сіздер жаңа айттыңыздар, біздің курста оқитын болсаңыздар, там ұлттық тест орталығы бекіткен спецификацияны оқудың қажеттігі жоқ дедіңіз, дұрыс па? Иә. Ал есеп шығаруға бір есептер мысалға негізі жақсы. Егер де өзінде қосымша уақыт болатын болса, негізі біздің үй жұмыста бар, барлығы бар, негізі апталық тесттер. Бала өзін талантып тұратын болса, онда смело. Қандай кітап? Рүстемова ма? Рүстемова мысалы ең жақсы кітаптардың бірі деп ойлаймын. Қызыл кітап ше? Қызыл кітап та жақсы, бірақ қызыл кітап деген былай айтайықшы, енді деңгейі енді қалыптасып келе жатқан балаға сол жақсы. Ал егер сәл деңгейі бар бала болатын болса, базасар, онда Рүстемова жақсы. Рүстемова шынымен де деңгейді көтереді ше. Орысша бар еді ғой ше, қандай С-дан басталатын бе? Мавро демейді? Сканавия. Жамай қойыңыздар деп. Физикадан сол кітаптар бар ма? Бар негізі. Айтуға мұндай кітаптар? Иә, смело. Мұнда эксперттер де қарап отқан болса жазып алсын, в принципе. Мұғалімдер қарап отсын жазып алсын. Мен мысалы өзім тек қана ОТО-ның несімен дайындаймын, базасымен дайындаймын. 1999-дан бастап 2025-ке дейін шығып жатыр ғой жаңағы. Жинап аламын короче. Телеграмнан, ВК-дан, бәрі жерден жинап аламын. Бірақ сонда да кейде болады, мысалы, қандай кітап оқысам болады деген сияқты. Мен смело айта беремін бұл жерде. Ол кісілер маған төлеген жоқ, если что, сразу айтайын десеңші. Машықтан деген күшті кітап бар. Особенно бұл эксперттер мен мұғалімдерге өте қатты керек болады. Жасыл кітап, если что, Алматы қаласынан табуға болады. Деңгейлері А, Б, С және де Д, Е варианттары қарастырылады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші деңгейлі есептер бар. Және де бір күшті жолы ол жерде шығару жолымен бар. Түсінбеулеріңіз мүмкін, бірақ бар ол негізі. Біз оны фокусқа
бұл алдыңғы жылда бергенбіз, бірақ біздің бәрібір конвейерге айтпақшы біздің шығару жол бөлек, кітаптағы шығару жол мен біздің шығару жол бөлек, потому что ништа сабақ бергеннен кейін методика бәрібір жоғарылау болады да негізі бәрібір. Яғни тек қана Ресейдің кітаптарымен ғана емес, ағылшын кітаптарын оқығаннан кейін енді кім методиканы күшті болғысы келеді, ағылшын кітаптарын оқыңыздар. Мен осыған байланысты Нұреке, анау СДУ-да оқитын математиктардың бір ерекшелігі сол деп естігемін. Яғни олар ағылшынша кітаптарды оқиды. Жалпы андай ма, яғни андай ағылшынша кітаптар оқиды да, олардың ағылшынша кітап оқығаннан кейін шығару методикалары оңай болып келеді, короче. Сөйтіп естігемін. Түсіндіру жолы методика. Иә, түсіндіру жолы, иә. Яғни Советский Союздағы мысалы математиктар кішкене сәл қиын жолдармен шығарды да. Ағылшындық жолдармен жауабы бірдей, бірақ сәл оңай жолмен. Мысалы сіз баяғыда бір кітап көрсеткен едіңіз, білесіз, ағылшындардың геометриясын қалай күшті жасаған деп есіңіздер ма? Біз маркетолог бар еще мақтан шалып ше. Иә, қалай әдемі мысалы геометрияны кәдімгі фигурасымен, кәдімгі сызбасымен, формуласымен. Оны ктл-да оқитынына пайдаланады. Иә, вот сондай моменттер. Енді бұл жерде шынымен де тіл негізі көптеген есіктерді, мүмкіндіктер ашады. Яғни тіл бұл как білім ретінде алатынбыз. Білім ғой негізі. Көп үлкен мүмкіндіктер есігін ашатын. Мысалы қазір Қаныбек біреуміз 3 экспертпен бірге подкаст түсіріп отыр. Иә. Бұл да бір патологтың бір нәтижесі ғой деп ойлаймын. Енді кейін өзі осындай отыр, біздің арамызда мүмкін эксперт болып отыратын да шығар. Көрдіңіз бе? Бұйырса соны күтеміз әрине. Иә, эксперт демекші таңдаған мамандығың қандай сенің? Физика мұғалімдігін даярлау. Қайда түскің келіп отыр? Пока енді таңдап отырмын негізі. Ойлау үстінде пока Нұрболдайдың қасында болмай кетсеңші. Жан жақтан бүйтіп көрсін деп отырмын да. Қазір мысалы бүгін біз ЕНУ-ды аралап келдік Қаныбекпен. Енді кейін тағы да СДУ-ды кәдімгідей жаңағыдай несімен гидпен бірге араласақ, шынымен де көрсе, біздің балалар итак физикада ол жақта оқиды, в принципе, бірінші курс, екінші курс, үшінші курстар. Күнде сол жақта емес па? Абудылар сондай. Иә, сол жақта ғой. Математикте бар, физикте бар деген. Басқа университеттерде көрсем, мысалы мен өзім Каргуде оқығанмын. Яғни мені жаман оқыды деп айта алмаймын, в принципе. Яғни Каргуде оқығам, қазір мысалы қандай экспертпін деген сияқты. Плюс еще ана жерде тек қана СДУ емес, ЕНУ-да оқып жүрді, негізі ағылшын кітап оқуға болады, в принципе. Бәс аналап міндеттейді да. Аманда өз еркіңмен оқысаң болады да. В принципе, ол да жақсы, потому что өз еркіңмен таңдап оқи аласың кітаптарды. Аналар бірақ таңдап беруі де мүмкін да. Иә, ЕНУ-да оқып, Нұрболат ағай Мейрамбектің қасында, сол ортада жүріп, сондай кітаптарды оқысам болады ғой. Иә. Білесіз ба, ұлттық орталығының басшысымен кездескен кезде Нұрболат мырза айттық қой, Астанаға бір педагогический университет жетіспейді деп ше негізі. Бұйырса. Иә, бұйырса ашылу енді жоспарланып отыр, бірақ қашан екенін айта алмаймыз, бірақ шынымен де Астанада қаласында бір педагогикалық университет жетіспейді. Мысалы тарих пед бізде аю университетінен басқа ешқайда жоқ. Мат пед, физ пед, инфо пед хотя бы бар екен да ЕНУ-да. Иә. Бір общий педагогический университет болса, енді Абай педпен жауабымыз деп ойлады, бірақ Абай пед енді меніңше сәтсіз проект болып жатқан сияқты. Абай педте оқитындар, яғни Астанада филиалда оқып жатқандар қазір көбісін жылап жүр ғой. Оқитын жер жоқ деген сияқты ше. Мүмкін өзіміз ашып қалатын шығармыз. Құдай қаласа, иә, Құдай қаласа. Сол айтатыныңыз бар ма тағы? Не айтқыңыз? Сол жаңағы практикаға байланысты. Кітаптардан да бөлек бізде мысалы видеосабақтарда практика өте көп, математика пәні болғаннан кейін. Енді осы жақтарды айтқым келеді. Видеосабақта практикалық сабақ болсын. Мысалы сен көріп отырсың есепті, тақырыпты түсінгеннен кейін өзің стопқа қойып шығарып көр деп айтқым келеді ше. Көпшілік просто қарай береді, болмайды да ол. Сен по сути сол мысалы стопқа қойып көріп шығарып көрсең, одан кейін барып мысалы менің талдауым көретін болса, оның өзі прям жесткий практика да негізі. Кітаптан қарағаннан да бәлкім жоғары практика шығар деп. Мысалы қандай өзі солай оқиды. Өзі стопқа қойып тұрып оқимын деп айтады. Вот сол нәрсені бір ескеріп кеткім келіп тұр оқушыларға. Просто көрермендер, яғни өздерің шығарып көріңдер деген сияқты. Вот сосын сізге бір сұрақ. Сіз өзіңіз қалай тарихтан қандай кітаптар ұсынасыз? Короче, мен мынау әрбір жыл сайын енді білесіздер, Алматыға барамыз, басқа да Қазақстанның түкпір-түкпіріне барамыз ғой. Сол кезде оқушымен тілдесесің да, и сен білесің уже оқушыға не керек екенін. Мысалы алдыңғы жылы біз оқушылармен тілдескен кезде олар айтты, ағай, мысалға Анеля деген оқушы болды, Толыбаева Анеля, биохим таңдаған 130+ алған оқушы. Асфендияров университеті ғой, ол оқушы айтады, ағай деді, біз биологиядан оқимыз деді, биологиядан оқимыз, бізде дайын конспекттер бар дейді мысалға. Ильяс Малика деген биологтың конспекттерін көрдік. Ал тарихтан бізге сәл бір тарихтан мен конспекттерін көп уақыт кетті дейді, короче, чем биологиядан қараған дейді да. Сөйтіп оппа дедім ба, сразу конспекттерін дайындап қойды да. Мысалы ОБТ 2025 оқушылары уже конспекттерін дайындап отыр деген сияқты. Сөйтіп мен жақында осы Қаныбектермен кездескен кезде Алматы қаласында олар айтты, ағай дейді, короче, енді не көп Қазақстан тарихынан кітап көп деді. Кітап көп деді. Бізге енді бір қысқа нұсқа желі фильммен түсірілген, мысалы 2-8 сынып бар, дұрыс па? 2-8 сынып бар. Мысалға 2-8 сынып бар, 2-8 сыныптан да мысалы Абылайхан деген тақырып мына 8 сыныптан келсе, Жанқожа деген батыр мына 8 сыныптан келеді деген сияқты ше. Лучше бір база шығарып беріңізші деп жатыр да. Сөйтіп мен Алматыдан келе салып, қазір соның темасымен жүр.
базаның темасымен. Сосын әлі де оларға нұсқа керек екен оказывается. Яғни сол қазір бізде жоспар сол, мамыр айына дейін сол 2 кітап шығару керек болып отыр. Хочешь не хочешь, иә, оқушылардың қалауы сол болып отыр екен. Яғни бізге база керек, база не үшін десе қайталау үшін керек екен. Енді ақпараттарды қайталау үшін және нұсқа керек болып отыр екен. Сол бүйтіп қазір енді біздің академия, біздің көмекшілер жасап жатыр, 50 нұсқа қазақстан тарихы сұрақтар дайындап жатыр. Барлығы еще тест центрдің базасы бойынша. Өйткені қазақстан тарихын тапсырған оқушылардың барлығы күйіп жатыр. Ағай, ана нұсқасын талдаймыз, оңай слишком, ұбт-ға кіріп қадалып жатырық дейді да. Иә, мынау бір мына кісінің пробный тапсырамыз, бұл кісінің пробный тапсырсақ 18-19 боламыз да, қаңтар наурызға кіреміз, 13-14 балл алып қаламыз деген сияқты ше. Сондықтан да тест центрдің базасы бойынша сондай бір 50 нұсқа дайындау керек болып отыр ғой бізде. Әдемі. Өте жақсы. Иә, сол. Тем более сіздерде конспект дәптер бар, яғни конспект дәптері бар. сол жерден қарап аласыз болады. Иә, сол жақтан қараса болады. Біз жасай аламыз конспект математикада. Қиын болмайды. Кейде арасында сұрап тұрады сізде конспект бар ма дейді, типа қалай істейміз деген сұрақ сонда. Сіздерде есеп қой, бізде есеп жоқ қой, көрдіңіз бе? Көбісі есеп қой. Осы жерде мен өзім өмірімде болған бір қызықты нәрсе айта кетсем, тарихтың конспект туралы айтсыз ғой. Мен 10 сыныпта олимпиадик болдым тарихтан. Сөйтіп Алматы қаласы бойынша жаңағыдай бір 2-ші орын, 3-ші орын бір республикаға шыққан жоқпын, бірақ қала бойынша орын алған болатын. И тарихқа қызықтым, сосын 11 сыныпқа көшкен кезде ойладым, может тарих мұғалімі болсам деген сияқты. Сөйтіп геодезия таңдаймын ба деп ойлаймын. Бір жағынан физмат либо геомат. Математика мұғалім болғым келеді, или тарих мұғалім болғым келеді. А география геомат деген география маған ұнайды, математика маған ұнайды. Осы екеуін ойланып тұрмын. Сосын тұрғанда геодезия дейтін болсам мұнда конспектісі көп. Жазу жек көремін. Бұрыннан білемін, есеп шығарған ұнайды, жазу жек көремін, бірақ тарих ұнайды маған. Сөйтіп қой геодезия керек емес деп физматқа адамдап. Тарихтан конспект өте аз жазатын, бірақ память мықты болды, сонымен түсініп алып жаттап алатын. Сол бірден бір себеп болды негізі конспект. Иә, тем более біз не қолдандық та, ChatGPT қолдандық та. Яғни мысалға түсінікті жайт, мысалы Берке хан мен, яғни Алтын Орда ханы Берке хан мен Египеттің Мысыр сұлтаны бейбарыстың кездесуі, екеуі келісімшартқа қол қойды деген кезде сен интернетке жаза алмайсың да оны. Интернет сурет жоқ, дұрыс па? ChatGPT-ге айтасың, маған осыны суретін шығарып бер дейсің, көрейсің, суретін шығарып береді. Яғни конспекттер сондай біз қосатынбыз. Яғни біздің ChatGPT-ді дұрыс қолдана алуымыз, особенно 4 деген несін, яғни сондайға бізге көмектесті да, мысалы көмектесті. Мысалға Кенесары Қасымұлын жаңағы қырғыздың 10 батыры, қырғыздың 10 сарбазы қоршап алып найзамен көтерейін деп жатыр деген сияқты ше. Солардың бәрін бүйтіп жазасын ChatGPT-ше. ChatGPT-ның өз политикасы бар, конечно, бүйтіп аттап өтесің да, короче. Кейде мультяшный версиясын шығарасын, кейде осындай сөйтіп енді анау ғой, конспект дәптері тек қана конспекттен болса қызықсыз да. Түсінікті ма? Өткен визуализация. Иә, сен байқадың ғой конспекттен, иә, фильм ана не, фильм үзінділеріне бөлек картиналар қосасың да, Иә, осы айта кетейін, типа просто жаза берсең адам жалығады да уже. Бір жағынан демаласың, көріп қаласың да, миыңда қалады. Иә, мысалға менгу темір мысалы өз атынан теңге соқтырды дейсің. Менгу темір бүйтіп теңге соқтырып жатқан саласында, короче. Иә, сондай нәрсе отыр. Енді түптің түбінде енді әлбетте біз ойлап жатырмыз енді қазір бір анимация түсірсек қалай болады екен деп ше, тарихтан байланысты ше. Өйткені енді біз понятное дело, біз енді бірінші рет қоғамға пайдасын тигізу деген мақсат. Өйткені ертең Қаныбектер университетке түссе, олар бірінші курстарда тарих оқиды. Сол кезде тарихты ұмытпаса екен, тарих жаттарында қалып, яғни ертең Құдай қаласа Қаныбектер папа болады өзінің балаларына сөйтіп айтып жатса, бізде мына тарих мынандай оқиға болған, мынандай оқиға болды деген сияқты ше, сөйтіп айтса енді күшті деп ойлаймын. Сондықтан да біз өзіміз оқушыларымызға тек қана тарихтан жоғары балл алу үшін ғана емес, кәдімгідей тарихты сіңдіріп тастағымыз келеді. Сол үшін жаңағындай фильм үзінділерін қосасын, фильм көресің, жаңағындай картиналар қосасын, конспект жасайсың, барын шамалар жасап жатыр ше. Жан-жақтан жақсы. Кең кругозор керек қана жерде барын қамту. Мысалы фильм сұрайды менен, мынау қандай фильм деп ше, соған қазір QR код қосып отырмын, міне, пожалуйста. QR кодты қоясың, Шыңғыс хан 20 сериалын көресің десе, QR пожалуйста деген сияқты ше. Вот мінекей, мен ойлаймын, енді өзінің ісінің қатты жақсы көрген кезде, өзіңді ісіңді, өзіңнің оқушыларын қатты жақсы көрген кезде, осындай басқалар бұған дейін жасамаған әрекетке жасай берсең болады деп ойлаймын. Біз енді өте қатты күтеміз әлеке, шынымен де 2 кітапты міндетті түрде өзіміздің офисімізге алдыртып қоятын боламыз. Құдай қаласа қатты күтетін боламыз, так что сәттілік, тек қана сәттілік. Рахмет. Сен сияқты мен де негізі ойлаймын да, тарих мұғалім болған кезде, возможно, менің тарихқа деген махаббатым ешқашан өшпейтін бе деп ше. Яғни бұл жерде дұрыс ұстаздың болуы тоже маңызды болады сияқты. Иә, енді тарихтан қазір бізге курсқа кірген бәрін ойламасайды ғой. Бәрі ойлайды қызықсыз деп ше. Біздің миссиямыз сол, тарихты оңай және қызықты тілмен түсіндіру короче. Қиындатпау. Вот сол миссиямыз біздің сол. Біздің командамызда, біздің курсымызда сол миссия, сол мақсатта бойынша жүреді. Сол енді FM онлайн және біздің курсқа сәттілік тілей беремін. Құдай қаласа нағыз ұбт-дан 140-тан 140 шығаратын балаларымыз де бар. Сол балаларымыз енді үміт артса, үмітті ақтаса деп айтамыз. Үмітті ақтаса,
енді Нұрболат ағайды мен де сыйлықтарымызды аямай қалмаймыз, иә, өзіміздің сыйлықтарымызды сіздерге беретін боламыз. Сондықтан да оқушылар енді и так та мықты ағайлармен оқып жатсыздар. Мейрамбек бар, Нұрболат бар, міне Әлібек ағаларыңыз бар. Сондықтан да уже бір белес деп айта беретін болады. Енді екіншіден сіздер сол оқығандарыңызды дәлелдеп 100-тан 100 алсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Өйткені біз рекорд үшін жасайтын курспыз. Осыны біз дәлелдей бергіміз келеді. Сонымен рахмет. Бүгінгі подкастымыз қызықты және бастысы оқушыларға, осы қарап жатқан түлектерге, FM онлайн YouTube каналының подписчиктеріне қызықты, пайдалы болады деген ойдамын. Пайдалы болса, осы қандай қызықты пайдалы ақпараттар алдыңыздар, пікірге қалдырып кетіңіздер, лайк басыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бітілді, 4-ті түгел болса 4-ші серия осымен тамам. Ең үздік, жаңа айтайықшы, ең үздік комментарийға бір сыйлық берсек болады деп ойлаймын. Біз оны, қандай сыйлық екенін даже айтпай-ақ та қойып, потому что анда ниеттері түзу болсын. Просто реально көп лайк жинаған комментарий, бұл демек көпшіліктің, халықтың көңілінен шыққан комментарий деп ғой. Сондықтан сәттілік не болған кейін өзіміздің инстаграм парақшаларымызда, енді менің және де Әлібек ағайдың инстаграм парақшасында айтатын боламыз. Енді просто ютубта совместный деген дүние жоқ, бірақ инстаграмда бар екенін ұмытпаңыз. Так что біздің де Әлібек ағайдың да инстаграм парақшасына тіркеліп алыңыздар, ол жерде пайдалы ақпараттар шынымен де өте көп. Все, рахмет, сау болыңыздар.